Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге тефтелі сорпасын жасайтын боламыз. Алдыменен қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, дайындап қойған пияз сәбізімізді қуырып аламыз. Сәбізіміз бен пиязымызды жақсылап араластырып, болгар пересін турап қосамыз. Болгар пересі адам ағзасына өте пайдалы және де тамақтың дәмін шығарады. Картошкамызды да әдемілеп турап, оны да қуырып аламыз. Томатымызды салып, қалауымызша су құямыз. Сорпамыз қайнағанша тефтелямызды жасайтын боламыз. Ол үшін бізге күріш, фарш, тұз, бұрыш, жұмыртқа керек болады. Солардың бәрін салып, жақсылап араластырып аламыз. Домалақ, шарик сияқты тефтелі жасайтын боламыз. Міне біздің тефтеляларымыз дайын болды. Сорпамыз да қайнап қалды. Ақырындап тефтеляларымызды сорпамызға саламыз. Қалауыңызға орай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен сарымсақты
ұсақтап турап қостым. Сарымсақ тамағымызға жақсы дәм береді. Оны тамақ дайын болғанға бір 10 минут қалғанда қоссаңыз, тамағыңыз өте дәмді болады. Тамаққа ас көп немесе көк пиязды салып ішсеңіз өте пайдалы. Мен көк пиязды турап дайындап қойдым. Міне біздің тефтелі сорпамыз дайын болып қалды. Өте дәмді болып шықты. Каналым ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.